Құрметті ағайындар, міне Кенжеген келді. Кенжеген бекардан бекар келген жоқ. Қазақтың ұлттық ойындарын паш етейін деп, таныстырайын деп келіп жатыр. Олай болса, біздің YouTube арнасына қосылып болсын. Бұл арнадағы егер ойынымыз ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, балалық шақта ойнасаңыздар, ойнадық деп жазыңыздар, ойнамасаңыздар, Құдай қаласа ойнаңыздар. Баршаңызды шақырамыз. Рахмет. Дастарханға береке берсін, не берсе қайырмен берсін, бақ қарап қыдырдар, дертке шипа, денге саулық болсын. Әр шаңырақта таусылмайтын бақ болсын, қуанышқа толы күндер сәт болсын. Әр таңымыз, әр күніміз шаттығымен басталып, Раббым Алла баршамызға жақ болсын. Аумин, Аллаху акбар. Ал. Қысқан. Мына ет демеңіз енді, бауыр қуырдық, мына бауырларым келіп отқаннан кейін. Ет жеп жатырмын, бисмилла. Анау андасында өзі танысық көріп, бауырды алып келіп жеп отырамыз өйстіп, бауырды қуырып. Байдың балдары келген, байдың балдарын бір ойын ойнағанбыз. Өткен аптада. Иә. Өткен аптада көрсетіп тастадық. Мына тамаққа бір апта болды десең. Байдың балдары білер ол бұл, Иә, байдың балдардың КВН команда бар ғой? Нұрым бар ғой. Сіздің ауылдасыңыз Нұрым. Дос бол. Аңқош. Соның командаластарымен ойын ойнағанбыз. Заманында Бәйімбет дейтін шешеннен бір жас жігіт тұрып, ата, қай малдың еті тәтті деп айт дейді. Ай балам, жақсы сұрақ қойдың. Жалпы қазақтың малсыз жаны жоқ, балам. Тоқтың еті су, бойдақтың еті бу, құнан қойдың еті құрыш, дөнен қойдың еті бұрыш, қыс түспей үйітілген бесті ой, көкейімді тесті ой деп айт дейді. Түйенің өркеш майына жон етін қуырғанда тәтті ой деп айт дейді. Ал енді жылқының қазы қартасын кететін ет жоқ балалар деп айт дейді. Сиырдың тоғы шегі тәтті, ешкінің бүйрегі май тәтті деп айт дейді. Атам қазақ тамыздың 14-і болмай, яғни августтың 14-і болмай, ылақ піспеген деп ешкінің баласы жемеген деп айт дейді. Заманда ұлттық тағамда тамыз айында қазақ мүйіз сығар деген болған. Ылақтың мүйізін сығып жас. Ал енді қараша қазанда, қазан айларында тоқты, бұзау, құлын жеген. Желтоқсан айында кәрі қойдың ет тәтті деп, кәрі қойдың етін жеген. Қауыз, кәрі құртаңды тауыс деп. Бұны қолсына қызықпай, кәрі қойды байлап, құстығын жеген. Қаңтар айында қазғара жылқының етін жеген. Ақпан айында түйенің етін жеген. Енді Наурыздың 14-нен кейін қазақ ет жемеген деп айт дейді. Өйткені көктемде мал төлдейді. Қазақ айран, сүт, қымыз, қымыран, құрт, ірімшік, май жеген. Көктемде қазақ асқазанын ем алдыру үшін, денсаулық сақтау үшін деп айт дейді мінекей. Мәселе ол, бұл әңгімені мәселе кімнің айтқанда емес, мәселе осы әңгіменің құндылығында, қазақ халқының даналығында, кектілігінде болып. Кейде бізде қоғамда пікір болып жатады, пәлен шешен айтпаған, ол ондай емес деп жатады. Өйткені баяғы би шешендер өзінен бұрынғы бабалардың сөзін болашақ ұрпаққа жеткізіп отырған. Осы құндылық сонда. Өйткені бәрімізде би шешен көрген жоқпыз, бәрімізге дерек. Соны шатастырмайық. Енді қазір Құдай қаласа дәмнен албаңыз, ләңгіге шығамыз, ләңгі ойын ойнаймыз Құдай қаласа. Өзіңіз айттыңыз ғой, балалық шағымның бәрі керемет ойындармен өтті деп. Тамаша. Жалпы мынау құрметті көрермендер, ләңгі ойыны Құдай қаласа Кенжегенмен басталады. Жалпы сіздерге осы YouTube арқылы баршаңызға хабарлама, Құдай қаласа осы август айында ма чемпионат өткіземіз ләңгіден. Оған дейін біздің инстаграмымызды қарап жүріңіздер, ләңгіге дайындалып жүріңіздер Құдай қаласа. Жалпы күзде ойнанатын ойын дедіңіз ғой ләңгіні. Август емес, даже сентябрь, октябрьге барады, иә? Октябрьдің кезінде болуы мүмкін. Осы біздің инстаграм парақшамыз мына астына жазылыпты, Дәурен нижний правил Шаншар деген. Осыда хабарлама береміз, ләңгіден чемпионат деп Құдай қаласа. Оған жүлдесі әжептәуір болады, дайындалыңыздар ләңгіге. Қыркүйек айынан басталады. Қыркүйек айынан, Қыркүйектен басталады. Қыркүйек үшін дайындалыңыздар Құдай қаласа ләңгіге. Жалпы ережесінің бәрін түсіндіреміз, далаға шығып дәмнен алып алайық. Ал мынау енді ләңгі деп атсыз ғой бұл. Бұл ләңгінің адам баласына пайдасын айтсаңыз. Жалпы қазақтың жалпы ұлттың әкесі тарих, анасы тіл,
қару салт дәстүр дейді. Біз бүгінгі таңда сол салт дәстүрімізді аздап ұмытып жатқан жайымыз бар. Мынау қолымда тұрған менің ләңгі. Бұл ләңгіден қазақтың бұл салт дәстүрі, ұлттық ойын бұл. Біз осыны бала кезімізде ойнаймыз. Бұл ләңгіден адамға 12 мүшең бар қозғалады. Бұл адамға денсаулық сыйлайды. Спорт денсаулық кепілдейді. Бұл спорттың бір түрі. Бұл ләңгі, мынау кәдімгі өзіміздің қазақтың малы шалы жоқ. Мынау қойдың терісі, мынау қорғасын. Ләңгі. Сыммен байланған, Иә, сыммен байланған. Бұның өзінің ойнайтын әдісі бар. Бұның ойнайтын, бұның қалай тебу керек бұны. Бұның өзінің техникасы бар. Бұл бет жоқ тебу берген әдісі бар деген сияқты. Мысалға көрсетейін мен, иә? Бұл ләңгір бар ғой. Мен естуім бойынша Қытайдан келген деді бізге. Ой, далбасылапты. Жоқ, бұл далбасылағанда ләң деген. Реально айтайық та. Ләң деген теп, га деген кілә дейді. Теп кілә деген сөзден шығады. Айнасы. Ләңгі деген негіз. Оның үшін мен білмедім. Біздің мұны ләңгі дейміз, балай біз ләңгі дейміз. Иә. Ұлттық ойын ләңгі деп айтады ғой жалпы енді. Орыс тілінен аударғанда дегендей қылды. Иә, оны. Жоқ, Қытайдан қыздар да қатты өтті шынымен ше? Ойнайды, жерге түсірмей еді ғой. Жерме түсірмейді. Анау видеода ойнап жатады ғой. Бұл кәдімгі башбайдан қазір адамның денесінің бәрі қимылдап жатыр көрдің бе? Бүкіл денеге пайдалы. Міне. Солай енді. Солай аққа да. Теннистен мықты болып тұр ғой. Сол бала кезімізде бұл енді әбден майын ішіп теуіп өстік ұзын сөздің қысқасы. Бұның қалай техникасын бір көрсетіп жіберсеңіз. Иә, бұны тепкенде мысалға қазір енді бұны былай тебеді тепкенде. Бұны былай теппейді міне. Бұны былай тебеді екен. Міне. Техникасы, Міне. Міне. Ой, бәрекелді. Міне ұзақ келді. Былай ғой. Аяқ Бірінші қайрап алдыңыз балаға? Балақты қайырған себебім балағына мешеттеді мұнан. Кесір болды мұнан. Кедергі болады да. сезонный ойындар болады біздің қазақта. Бұның сезон ойында. Бұны мысалға бізде қазақта бұны ләңгіні күз кезінде ойнайды. Себебі, күз кезінің себебі. Күз кезінің аяғымызға біз ботинка киеміз. Етік киеміз. Етік киеміз күзде, күз уақытында. Көктемде жазда асық ойнаймыз. Материал қалыңдау болу керек та. Иә. Толыққан деген қатты. Бірінші шарты бойынша 5 тебу керек. Бірінші 5 тебесің. 5 тебеді. Екінші қағып алады. Екінші шашка деген болады. Шашка. Аяқ жерге тигізбейсің, аяқ. Сон шашка ма? Шашка дейсің. Бірінші 1, 2. Аяқ тигізбейсің? Мен ойнау нем общем не дұрыс емес? Сен ондай емес. Сен де жалпы нең міне мысалға. Сол аяқпен ба не? 1, 2, Сол қайсы ба? 3, 4, 5 деп қағып аласың. Қағып аласың. Енді шашка деген болады. Енді шашка. 3, 4, 5 міне. 5 шашка. Бұны шашка дейді. Одан кейін пар, е? Одан кейін пар дейді. 1 пар, 2 пар. Иә. 1 пар. Сізден шығарт. Жоқ, шығамайды. Шығарт жерсіз. Жоқ. Қайда осы жақсы. 1 пар, 2 пар. Бүйтіп ұтылып қалса уже келесіне береді. Келесі береді. Келесі адамға береді. Иә, келесін береді. Пар деген бар. Қор болды. Міне. 1 пар, 2 пар, 3 пар, 4 пар, 5 пар. Қағамай қалдыңыз, қайттан бересіз келесіне? Мен қағамай қалдым да, мен саған берем да, кейін мен мысалға төрді бір атты қағып боламын мен. Соңғы екеуін ғана? Соңғы біреуін ғана. Соңғы біреуін ғана? Содан жалғастырып кетесіз? Иә, жалғастырып кетем, иә. Мен жаңа 2 пар болып қағам онда. Сен 2 пар болып қалдың. 3 пар, 4 пар. Бітті, сен тандың уже. 4 пардан, е? 4 пардан, е. 1 пар қалды ғой? 1 пар қалды. Мен бейтемем саны. Міне. 5 пар деймін. Қағып алдың ба? 5 пар бітті. Енді леви дейді. Леви. Сол аяқ. Бір әңгімеңізді айтып қойсаңызшы. Осы ойынның арасында балдарға тығып Не отырайық. үшін леви дейді оны? Сол аяқпен тебесің ғой. Сол аяқпен. Сол аяқпен. Болғанша кәм 1 2 3 дұрыс қой енді біздің елде Солақай деп айтады. Солақай. Солақай. Советский заманда өмір сүрген Иә, солай ғой ағаларымыз. біз, иә. Леви деген кірген сол кезде. Леви деген біреу әркім біреу былай тебеді. Мен өзім солақаймын да. Ал негізінде біреу былай тебеді былай. Ал мен өзім де былай сыртпен тебемін мынандаймен. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Леви дейсің ба? Сырттен де тебуге Иә, болады. Енді тыңда. Жан жемес па не? Тыңда бері енді бізде обой дейді. Абой? Обой дейді. Бұны былай ауысып тебеді да. Иә, екі жаққа. Екі жаққа. Обой емей да? Екі жақтан ба? Иә, екі жақтан ба. Қазақшадан екі жақтан Иә, енді. екі жақтан. Екі Иә. жаққа. Оны бедедім саған міне. 1 обой, 2 обой, 3 обой, 4 обой, 5
Обой міне. Жандырған екен. Міне. Ләңгіден созақ несінің несі ғой? Иә. Ләңгіден, иә. Мастер спорта ма? Диссертациясын бәрін қорғап. Абой кетті. Сайкал ма? Енді лөр деген бар бізде, лөр. Лөр кете ма бірде? Лөр, отыңа лөр кетеді. Тоңғиды. Тек тоңғи берем ода? Жоқ, бір лөр, екі лөр кетеді. Кән. Бірден лөр тоңғи ма? Сен жағында жалғастырды, сен жағында. Ойбай, мен келе жетедір. Сен қайдасың? Сен маған жетіп алса сен. Бар ма? Екі, бар. Болды тұғы? Төрт бар. Енді бар болды. леви, сол аяқ, сол аяқ енді. Енді леви, сол аяқ, сол аяқ. Оң аяқ ең, міне сол аяқ, міне қоя. Кеттік ал. Бір, екі, үштен бар жалғастырам, е? Екіден бар жалғастырасың. Екіден ба? Мынаны шешуге болмай ма? Болады, болмайды? Болмайды оны шешуге. Жарайды енді. Енді лөр деген болады да, лөр деген болады. Лөр деген болады, мысалға мен ондай болады. Бір, лөр, екі, лөр. Араға мынандай не тастап отырады екен ғой? Тастап отырады, әбзел тастайсың. Қайта тебіруге болмайды лөрді? Конечно. О, аспанға тебіруге қол үшін. Ойбай, Мындай барады ғой? Ана мындай барады ғой? Сіз мына сол аяқпен теуіп отырсыз ғой? Бір. Былай. Екі лөр тепті ме? Ол былай істейді міне былай. Жанжы. Жанжы ғой, жанжы. Жанжы бірақ біздің кезімізде, міне көрме, біздің онда жанжы жоқты біздің кезімізде. Біздің кезімізде жоқты онда біздің. Мен ойнаймасын ба? Біздің кезімізде жоқты. Нормально енді кезіз? Иә. Бұл Етіп болмай тұр негізі. Ол техникаң нашар екен. Отпен техникаң нашар екен сен, байша. Тепкемен. Иә. Мысалға менікі бір не болса? Техникасы жоқ қой. Көрдің ба мені? Көрдің ба? Әдем алдына сүреді екен, Мені көрдің ба? Міне. Ойынның түбін сүрген Қақтың екенсіз. деген мен. Қашан кітап оқып үлгеріп жүрсіз? Иә міне. Енді бізде, бұна жайлөр дейді да. Жайлөр. Енді садной дейді. Біреуін тастап, біреуін теу. Садной. Сонда садной. Бар орысша. Орысша екен. Мынау орыстың ұлттық ойыны бар. Сонда енді біз бала кезде солай енді. Бала кезінде, иә. Онда бүйтесіңдер, обязательно бір тоңғы бір теу, бір тоңғы бір теу. Жаңаға да сондай болған жоқ па? Ол жайлор, бәрі ол жайлор ғой. Жайлор. Онда бәрі енді мысалға. А мынанда обязательно екі төкпен шатасасың. Екі теуге болмайды да бұнда. Кәні көрейікші. Мысалға бүйтесің. Міне. Бір, садной. Екі, садной. Тура жаңағында емес па? Садной. Төрт. Садной дегенде люрмен ауыстырған сияқты емес па? Иә, солай болады. Міне. Бұл кетті. Одан кейін? Одан кейін парнилер болады. Екі бір тоң қойсын. Екі бір тоң қой. Міне, бір, тағаны. Бір, парный, люр. Екі, парный. Шатасасыңды көрің бе? Миың шатаспа көріп тұр, содан ше? Бір, парный, люр деп ше? Иә, сондай ма? Сондай. Мен мысалы қазір, енді қағамдайм енді қағам. Жел болып кетіп отыр. Жел болып кетіп отыр, жел. Бейдеп осында жел болып кетіп, адам ыңғайын табады да ләңгінің. Әрсін бірге дұршы. Ләрдің. Бұлай кетпес үшін. Ұшпас үшін, е? Өзін ақып қойдық өзіне? Иә, бейдеп. Міне. Міне, енді парнилер деген болады. Міне. Бір, парнилер. Екі, парнилер. Осылай болады. Одан кейін? Қиындайды. Ендігі, одан кейін лебенилер деді. Сол аяқ бір теуіп, бір теуіп, сол аяқпен да мысалға. Сол аяқпен. В общем, соның техниканың бәрін қолданып шығасың. Ой, айттым, оңай емес ол. Мысалы, мынамен екірі тұрып, ләң тебесін Иә. деген сияқты. Кез қайдан сығатып, ләң ойнаған. Иә. Арасында көкіректің нұр жіберіп. Иә. Сосын? Одан кейін обойнилер деген болады. Обойни. Бір обойнилер. Вай, Мына. Бір обойни. Иә. Мынаны бразилецтер де жақсы ойнайды, өйткені бразилецтер доптың сұмдық ойнайды ғой. Вот көрдің ма? Вот міне. Иә, вот точно айттым, точно солай. Доптан. Вот доттаны кімде анау араннан доп тастамайды ғой. Сондай соның бірдей анау почти. Сондай екен ғой, Міне, бразилецтердің көшеде ойнайтын сондай. Өзі қазіргідей доп болмаған ғой. Кішкентай доп болған, бразильский футбол деген болады өзі. Иә. Кішкентай допты, соны түсірмейді жерге. Көрдің ба? Көрдің ба? Бұл техника. Айналдырып тұрып, ұра береді. Наяқпен кезін. Өте бұл. Техникам қандай? Нашар ма? Сол сен кеңсі.
Нашар ма? Мен ұстаз. дәл менің Пұты қысқалар сөйтіп қала ма? пұты қысқа болса пұты. Икем болмайды, биік болмай жатыр да. Өйткені күнде не Биік тұрып ойнайтындар ма? Биік батады ғой. Осы не енді? Ауылда братандар бар. Сондық ойнайтын ғой. Е, Түсірмейді анау. Негізгі мақсат жаңағы бәрін қимылдату. Тамаша ғой бұл деген, ұлттық ғой, тамаша ғой. Бәрін федерат ғой, федерат Бір ғой. рет тоңғырды ғой, белін алып. Мынаны ше. белің бәрі нағып отыр ғой. Көрдің ба? Қимылдап отыр ғой. Жоқ, мына денені қыздырып барып ойнау керек. Обязательно ғой. Аяқта Жаңасы сол үшін ба денені Қимылдады, дайындалды ғой. әбден. жалпы енді ауылда да таңертең тұрып қимылсыз болмайды, таңертең тұрып қимылдаймын ондай. Қимылдаймын ғой. Иә, қимылдаймын. Онсыз болмайды ғой. Жап-жас болып жүрген қызы ғой көкемнің. Көкемнің жасын айтсам қазір құлайсыздар ғой сіздер. Айтпа. Айтпайын, ә? Құпия. Отызда деп айтасың. Құпия деп. Менен 4 жасау. Ұлттық ойындар ләңгіні көрсету мақсатымыз бұл біз бір еріккен ермеген емес. Болашақ ұрпаққа, бүгінгі ұрпақтың бәрі әлеуметтік телефонға үңілу, содан арылу, әлжуаздық ұрпақ өте қозғалыс жоқ. Иә, дене қозғалыс жоқ деген сияқты. Соларға мынау үлгі болсын деген. Сол неде біз Созақтан еріккеннен келген жоқ. Иә, арнайы келіп Еске салып. көрсетіп жатырмыз. Ұзын сөздің қысқасы. Иә. Сондықтан болашақ ұрпақ мықты болсын. Ұмытып қалмасын. Иә, ұмытып қалмасын деген. Ұмытып қалмасын. Иә. Қимылдайық жалпы. Нені білесіз ба, аға? Киберспорт деген болады қазір. Киберспорт деген бар. Өзін спортсменбіз деп санайды олар. Киберспортсмендер деген ол компьютердің ішіндегі ойындар, спортивный ойындарда. Футбол болсын, скейтборд болсын, иә. Соны өзіміз спортсменбіз дейді. Киберспортсменбіз біз дейді. Бірақ сол бір орында отырып, мышка басады, клавиатура. Тек саусақта. Сол спортсменбіз дейді. Оның қасында мына ләңгі теуіп, қайда денсаулыққа пайдалы. Қайда денсаулыққа пайдалы? Денсаулыққа пайдалы. Способность қой бұл былайша. Конечно, способен, дұрыс айтасың. Екі бір қолынан келмейді. Өте күрделі бұл. Мықты болсаң қайталап көр десеңші. Иә, қайталап көр. Мені қайдан алам дейтін болсаңыздар, істеп жасалуын көрсетем деп, оған уақыт болмады. Мынау кәдімгі аккумулятордың қорғасын ертесіз да, бүйтіп құясыз да, екі шей тығып қаласыз екі жағына. Мынандай түйме сияқты болады. Сол түймені өткізіп, сым өткізіп, кәдімгі қойдың жүнін алып келесіз ауылға барған кезде. Қалада болсаңыз, ал ауылда болсаңыз кәдімгі терісін домалақ қылып сол түймемен бір дек кесіп аласыз да. Андай қыласыз, болды, ләңгі дайын десең. Міне. Алдарыңызда. Ода болса малай деген ойын ойнайтын жоқ қой. Иә, малай деген ойнаймыз. Ектеуіп, тастап, ектеуіп жасап, ектеуіп, бір малай, ектеуіп, бір малай деп тастайды кезек адамға. Ана кезек адамға, иә? Ол тебе алмаса, уже сол малай болады, ол малай болады, қарыз болады. Ектеуіп бір, ектеуіп келесіне береді. Оны ойнап көрейік та соны? Көрейік. Эстафета сияқты алып кетесің. Алып кетесің. Бір адам ойнамайды. Мысалға ше, малай болды. Топ ойны, ортада малай болдым ғой, мен мысалы сен айға тұршы. Мен мынаған бердіңіз, иә? Мен соны тепкен кезде қағып алуым керек па? Қаққанда былай, егер сол қолмен қақсаң 3 ұпай. 3 ұпай болады. Оң қолмен қақсаң 2 ұпай болады. Екеуін қағып алсаң 1 ұпай болады. Түсіндің ба? Осылай болады. Қайсарға тепкен кезде қағуым керек, иә? Иә. Ойбай, ол оңай ғой оны қағып алу. Көп оңай емес ол. Орта малай болған кезде оңай емес. Оңай емес ол. Көрейік енді. Кеттік ал. Қарыз болсаң. Ал одан кейінгі адам қағып алса сол тепкен адам малай болады, иә? Солай болады. Мынаны қарасаңшы аға, неге? Мынаның действительно футболға қатты несі бар екен. Қатты, иә. Футболда да малай ғой. Бүйтіп тұрасың, пас тастап отырасың ғой. Алып қою керексің допты ортадан да. Енді қара, мысалға мен қазір ортада беріп жатқан малай маған берсе беріп, мен береді ғой, иә? Мен екі тебем да кімге берем? Дәуренге берем. Сен Дәуренге жетпесе қағып алуың керек. Егер Дәурен қағып алса, сен Дәуренге қарызсың тағы да. Дәуренге қарыз боласың сен. Тұрмайсың. Малай болған кезде саған қарыз болса, тұрмайсың. Ал құтылу үшін сен қағуың керек, маған тигізбей. Міне көрдің ба? Давай кеттік, бастайық. Сен Дәуренге теккізуің керек, оның сөзінің қысқасы. Малай деген сол, теккізуің керек келесі адамға. Кеттік ал. Ал бастайын, тұрыңдар мерге біреу. Қайсың бұдан? Нұржан, бұл былай болады мінекей. бір көрсетіп берсін. Міне. Ектеуіп, бір малай. Ектеуіп, бір малай. Ектеуіп, бір малай. Малай болды же? Жоқ, малай емес, бұл ектеп тұр ғой. Екеуіп берені. Ектеуіп тұр ғой. Ектеуіп, бір малай. Ектеуіп, бір малай. Ектеуіп, бір малай. Кім? Шымалай емес. Не болды? Дұрыс қой, егер жұпсыз тақ болады ма, онда малайсың. Тақ болып қалса Түсірбасаң. Уже қайсар енді? Қайсар, Жоқ қып беріңме қызға? Жоқ қып берім, қайсыны любойына бере бер. Ектеуіп, бір малай. Ектеуіп, бір малай. Ектеуіп, бір малай. Ей! Жоқ қып тастадым. Жоқ тұдырш, жоқ тұсадым. Заңдырақ, үш рет өбі жерді ғой бұл? Жоқ, Тебе берсің. Ектеуіп, бір малай,
екі түйек, бір малай. Аламаймын. Алу керек негізі. Аламаймын. Қақтың ба мен? Ондай техника жоқ қой биыл. жаңа үйретті ғой мынандайды. Түсінемін үшін. Давай. Міне. Маған тастамашы. Мына кенжеге. Екі түйек, бір малай. Сіз малай Мен болыңыз. мен малай бол, мен бетемеді. Енді. Мен тыңдай қара міне. Саған тастаймын мен. Мына Мен жақта. істеуім керек. Сен мен Мына тебесің камераға қарап тұрыңыз, камераға. Бір тепсем де бола ма? А? Міне қадір, қайсасы міне қадір. Қайсасы міне қадір. Мен қазір малай саған тастаймын ғой, я. Сен. Міне мен бергізбеуім керек мен. Солай мен. Мен Мысалға қазір. мен далаға түйіп жіберсем ше? Болады. Бір-ақ рет тебе ма? Бір рет тебеді. Бір-ақ рет тебе. Былай шегіп тұра, шегу дейді да. Шегу деген сөз тоқтамай тебу да. Мысалы бүйтіп тұра бересің. Бүйтіп тұра бересің. Оны аламайсыз. Оны қағамайсың оны, Жоқ, мен қағып кетемін, мен қағам ғой. Мен теп бүйтіп қағып түсемін, қақтырмаймын ғой. Соны қаққызбау керек па? Қаққызбау керек. Тептірмеу керек. Иә. Бізден алып қою керек. Солай. Давай. Мен саған тастаймын да міне. Түсініп жатсыңдар ма балалар? Қақтырмасай! Қайт қақтырма жоғарыда Енді бері қара. Енді бері қара. Мен қағып алдым ғой, я? Қағып алдым. Мына кім маған үш мың қарыз маған. Мен сол мақтым ғой, я? Маған береді бұлай, маған малай болды. 3 рет малай болсаңыз осы. Үш рет малай. Ал менен құтылу үшін сен қағуың керек. Оң қолмен қақсаң екеуімен құтыласың деген сияқты. Маған қарызда, міне. Көрдің ба? Мен былай тұра беремін, көрдің ба? Мін Дәурен. Көрмей! Дәуренге екеу қарызсың мысалға. Кім қарыз? Мынау қарыз саған. Нақ қарыз? Екі мал қай қарыз Ит саған. тұсқа қарыз болып кетпей. Өйткені саған уже тептірмеді. Қарызға белшеден батты ғой. Ойбай жаман қар. Жалпы осылай енді. Мынаған қарызы? Тыңдасай бер, сен кім? Қайсар, қолымнан тептім. Қайсар, сен оған бермейсің. Сен бірінші менің қарызымнан құтылбасай. Ойбай. Түсін ба? Менің қарызымнан құтылу үшін бар ғой. Тыңда. Кәскерім сендерге. Қайсар, мысалы сен тақтың ғой мен. Сен алдырма, мен үлкету көрсен. Маған тептірмей, ілуің керек. Өзім лақтырғанды өзім ба? Мен ілуің керек тептірмей. Ойбай, не дейді та? Десем боламыз? Мен тебуім керек, мен. Мен саған тегізбейді мен саған көрмей алдырмайын саған. Көрдің мен де, осылай енді ұзын сөзің. Осылай екен ғой. Балдардың не ашып жатыр? Бисмилля. Өтіп тұрған мен алып кетемін, түсіндің ба мысалы? Болды.